2022 жылғы қаңтар оқиғасынан кейін менің енді өзім жеке пікірім әлі ештеңе өзгерген жоқ, тек газдың бағасы түсті деп айта аламын. Үкімет соны ескерді. Енді қалған қымбатшылық көп. Социалдық жағынан, енді киім-кешек жағынан айтпай ақ қояйын. Басқалай пәтердің бағасы қымбат, несиелердің барлығы әлі пайызы жоғары. Енді әлі ешқандай өзгерген ештеңе көріп тұрған жоқпын. Мүмкін қаңтардан кейін біздің билік, үкімет құлақ асатын шығар деген оймен ойладым, негізі үлкен үміт күттім. Себебі қаңтар енді бүкіл әлем біздің Қазақстан қаңтарын айтты. Барлық жаңалықтардан енді елдің басына үлкен күн туды. Енді осының барлығын ескеріп, жаңа өзгеріске қадам басады деп басында жаңағы адамдар отырғызылып жатыр, біреулер қамалып жатыр, үкімет басы ауысып жатыр деген негізі қуанған. 5 күні сондай бұйрық келді ғой. Бірақ та мен ойлағандай болған жоқ. Себебі әлі сол баяғы несімен өзінің орнымен тұр. Барлығы қымбат. Мысалы, осы күнін есептейтін болсақ, біздің Батыс Қазақстан облысы бойынша бізге бензин тапшылығы мен газ тапшылығы бүгінгі күнде болып отыр. Соның өзі бір көрінісі деп айтуға болады, ештеңе өзгермеген. Барлығы қымбатшылық. Сосын саяси белсенділердің ойын пікірін айтқан адамдардың қамалуы және де сайлаудың дұрыс өтпеуі. Осының барлығы алдағы уақытта мына 2 қаңтарға алып келуі мүмкін деп өзім қорқамын. Себебі қаңтар оқиғасына білеміз, біздер көптеген қан төгілді. Яғни ол төгілген біздің Қазақстан Республика азаматтары, өзіміздің қаракөз қыздар мен қаракөз азаматтар, жігіттер. Егер осылай жалғаса беретін болса, ол 2 қаңтарға қайталауы мүмкін. Себебі әділдік болу қажет. Бізде саяси белсенді жоқ деп айтады. Мына неге Европарламентке, бірақ бізде саяси белсенділер өте көп отырған. Ешқандай жазықсыз отырған азаматтар көп. Соған байланысты олардың туыстары, ағалары, әкелері, аналары, олар енді қазір ашуланып отыр. Ендігі уақытта бірдеңе болатын болса, енді бізден жақсылық күтпеңіздер дейді. Себебі өзінің тума-туысқаны үшін олар енді ештеңеден аянбайды деп айта алар. Сондықтан енді біздің қазіргі уақытта біздің үкімет осылардың бәрін қолға алып, билік ойлану керек. Барлығын дұрыстап ұйымдастыру керек. Енді жалпы қазіргі уақытта енді райондық, аудандық мәслихат депутаттығымыз болып жүрміз. Енді алдағы уақытта мәжіліске барып, халықтың үнін арғай жеткізіп, сондай мақсат қойып отырмыз. Енді оның себебі Қазақстан Республикасының дамыған 30 елдің қатарына қосылу үшін бір Жапония деген мемлекеттерден, Оңтүстік Корея деген мемлекеттер біз айта бермей, өзіміз сол сияқты болу үшін мәжіліс депутаты болған жағдайда, енді билік басына барған жағдайда менің жалпы өзімнің ойым ең бірінші заңдарды түзеу керек. Заңдар бар, бізде жоқ емес, жақсы заңдар, бірақ орындалуын дұрыстау керек. Енді заңнан кейін екінші саяси белсенділерді солардың барлығын босатуын қолға алар едім. Сайлау ең бірінші маңызды мәселе. Халықтың дауысы, көзқарасы сайлау арқылы беріледі. Негізі Мағжан Жұмабаевтың кезінде мен жастарға сенемін деген өлеңі бар ғой. Міржақып Дулатұлы айтып кеткен, оян қазақ деп. Оята алмай кеткен қазағымыз енді қазіргі уақытта оянады деген үміттемін. Алдағы уақытта біз көрмесек те біздің балаларымыз көрер деп ойлаймын. Алдағы уақытта енді өзгеріс керек. Мен сенемін жалпы өзгеріс болады деп. Біздің енді Қазақстан дамыған 30 елдің қатарына кіреді деп сенемін. Жақсыға жорайық. Эволюцияға бастар жол революция дейді ғой. Енді ешқандай ешкімнің қан төгілгенін, ешкімнің көшеге шығып қырылғанын қаламаймын. Бірақ осының барлығы түбінде жайлап келер деп. Барлығы халыққа байланысты. Егер енді халықтың барлығы ұйықтап жата беретін болса, онда осылай ұйықтаумен өте береміз. Сөз бар ғой, ұйқың қандай үлкен сор болса, өзіңде алдағы уақытта сор боласыңдар деп.